Міне Зеленскийдің қазір оның командасының былықтары ашылып жатыр. Қазір бұл былық батыстық саясаткерлер менен медиалардың назарына ілігіп жатыр. Украинаның өзінде Зеленскийдің қарсыластары бұны дыңғырлатып жатыр. Енді осыдан барып не кетеді? Не Зеленский айналасындағы адамдарды кәдімгі көзін жұмып тұрып турау керек болады. Неге? Былықты ма? Сол адам кету керек. Ол Зеленскийдің өзін және командасын, басқа командасын сақтап қалуға керек. Немесе Зеленскийдің тұтас командасы кетуі мүмкін. Зеленский өзі де кетуі мүмкін. Енді жалғыз амал бар. Енді Зеленскийде біз білгенді Зеленский білмей отыр деп айта алмаймыз. Оның да қасында бәленбай құлағына сыбырлайтын ақылшысы бар. Енді сол жақсы көрсе де, ескі жолдас болса да, қанды көйлек ескі серігі болса да, соны көзін жұмып тұрып, басын шаптырады. Яғни заңға сен жедің ба, жеп қойдың, ұрлап қойдың ғой, жаңағы ұн ұрлайтын неміс сияқты. Керекті ма, керексіз ма қарамай ұн ұрлай берген неміс сияқты. Ұрлап қойдың ғой, ана сәбеттен алып үйренген суман қолың сумақыланып тағы да алып қойды ма, онда қолыңды кесеміз деп Зеленский айналасын тазартса, аман қалуы мүмкін. Тазартпаса, солардың кесірінен Зеленский өзі кетуі мүмкін. Ал Зеленский кеткеннен кейін Украин халқы кімді таңдайды? Ол Зеленский сияқты Путинмен соңына дейін соғысам дейтін мықты адам бола ма? Жоқ. Путиннің де, Американың да көңілін табатын болды, соғыспасақ соғыспайық, сен алған жер сенікі, мен алған жер менікі деп қол қоюға тырысатын бір мақұл бой бола ма? Оны алдағы уақыт көрсетеді. Біз қазақ тұрғысынан қарағанда бұл соғыстың жалғасқаны, орыстың ең соңғы мұнай өңдеу зауыты, ең соңғы порты, ең соңғы кемесі, ең соңғы ұшағы қалмағанға дейін, ең соңғы өндіріс орындары. Керек десең, жаңағы Ресейдің шетелге шығаратын металлургиясы бар, басқада өндіріс орындар керек па, азық-түлік өңдейтін орындарына дейін жағып, жандырып, өртеп, қиратып жібергенге дейін орыста миллиондаған адам жұмыссыз қалып, барар жер басар тауы қалмай, шарасыздан көшеге шыққанға дейін бұл соғыс жалғасса, бізге пайдалы еді. Қазақтарға пайдалы, қырғыздарға, өзбектерге, татарларға, шешендерге пайдалы еді. Бізге орыстың әбден тақыр таза болып, үрерге иті сығарға биті қалмай, мұнай газ өндіретін зауыттарына дейін, қазатын құрылғыларына дейін, тасымалдайтын темір жолдарына дейін, порттарына дейін, металлургиялық қазу орталықтар, металлургия өнімдерін шығару орталықтар, тасымалдайтын кемелер, пойыздар, түгі қолмай, ең қысқасы азық-түлік жасайтын зауыттарына дейін жанып кетсе, өртеніп кетсе, әуежайларына дейін, вокзалдарына дейін қирап қалса, біз үшін алғанда ол енді біздің көктен тілегенімізді Құдай жерден бергенге тең болар еді. Бізге осы соғыс сол деңгейде жалғасу керек еді. Орыстар алдағы 100 жылда сол қираған темір жолдарын жасап, қираған порттарын, қираған әуежайларын жасап, анау қирап қалған мұнай қазатын құрылғыларын дұрыстауға 100 жыл уақыт жұмсаса, айналасына ажал төге алмайтындай, одан да халықтарға тізесін батыра алмайтындай болса, бізге керек сол еді. Бірақ қазір аяқ астынан Зеленский командасының былығы өте ауқымды деңгейде көтеріліп жатыр. Бірақ Зеленский өзі қайда жүр? Шетелде жүр. Артында ауласы өртеніп жатыр. Зеленский өзі шетелде жүр. Франциямен кешегі лекциямда айттым, ғасырлық келісімге қол қойды. Қандай келісім? 100 Францияның ең атақты бомбалаушы жет ұшағын алып жатыр. 100 бомбалаушы француз ұшағын алып отыр. Ал бұл ұшақ соғыстың жағдайын өзгерті ме? Өзгертеді. Қазіргі соғыста F-16 пайдаланылды. Жаңағы Новороссийск портын жандырып жіберді. Күніне $70 миллион Путиннің қалтасына ақша құйып тұрған. Тәулігіне $70 миллион табыс тауып тұрған жер. Енді оны жандырып жіберді. F-16 қолданылып жатыр. Дрон қолданылып жатыр. Міне, жаңа орыстың тағы бір қаласы Урал ма?
сол Урел біздің Орал ғой деймін. Міне. Соның видеосы тарады әлеуметтік желіде. Қорқынышты. Анау дрондар аспанда деген кәдімгі топтасып ұшқан құстан арман ұшып жүр. Оны орыстың атқыштар атқан, оның қалдықтары деген жерге кәдімгі бір от шашу шашқандай жерге шашылып жатыр. Орыстар енді түсініп жатыр. Соғыс деген осындай екен ғой деп. Одан бұрын орыстың қалалары оны түсінбеді. Неге? Соғысқа кеткеннің бәрі ауылбай орыстар, колхозниктер. Колхозник орыстар кетті. Бұратана халықтары, Яқут сақалары, қазақтар кетті. Мен әлгінде ғана Telegram арнада, WhatsApp арнада бір видео бөлістім. Онда кәдімгі қазақтар соғыста жүр. Қырылып қалған Ресейдің қазақтарының видеосы міне. Міне. Ресей үшін жан берген қазақтар. Әкесі, ол баласы. Шамбуз Оскар Утюгенович, Шамбуз Сейфулла Аскаровичті үйден екенен кеткен. Мына тағы бір жігіт жап жастай, қайран қазағым-ай. Көрдіңіз бе? Ресейдің қазақтары. Жалпы елімізде әншілердің қоғам санасын манипуляциялауға Ресейдің жаңағы қазақтар. Міне, Ресейдегі жаңағы русская община дейтін фашистік ұйым беттерін бүркеп алып, міне Ресейдегі этникалық азшылықтар, иммигранттарды аулауға шыққан. Көрдіңіздер ме? Орыстар бұлар иммигранттарға қарай шүйлігіп жатыр. Ал енді бұның барлығы неден? Олар иммигранттарды үреймен, қорқынышпен ұстап отыру, иммигранттар бірдеңе жасап қалмасын деу, Ресейдегі бұратана халықтар бірдеңе жасап қалмасын деу, ал келген иммигрантты жаңа қылмыстық іс қозғап, қалтасын есірткі салып, сақ еткізіп, бүгін соттап, ертесі соғысқа барсаң, түрмеден босайсың деп алдыңғы шепке жіберу. Қазір Ресейдің Ібір-Сібір аймағында, қиыр шығысындағы, Сібір ормандарындағы түрмелері тұтасымен қаңырап қалған. Неге? Бірде-бір қылмыскер қалмаған. Бәрі соғысқа кеткен. Ал қылмыскер қалмағаннан кейін қайтеді? Ол Ібір-Сібірдегі ол қала-қалашықтар, анау Совет кезінен қылмыскерлерді қамайтын орталық болған. Ол қала-қалашықтың құрылу себебі де сол қылмыскерлерге сервис жасайды. Оның дәрігері бар, күзетшісі бар, бәленбай қарулы күзеті бар. Оларға сол өңірден тамақ дайындау керек. Сол өңірден олардың картобы, тауығы, еті анау-мынау берілу керек. Міне. Сосын сол жерден өтетін темір жол болады. Ана ең жатқан Ресейдің даласы. Енді ол қылмыскерлер кеткеннен кейін ол жердің қаласы да тозып, міне қазір Еуропадағы жаңағы Ресейдің тіршілігі бар қалаларына қарай босып кеткен. Қиыр шығыс тұтасымен Қытайға қалып қойды. Бұл осы соғыстың өте үлкен шешімдерінің бірі. Ресей қайтадан бөліске түсуі мүмкін. Қайтадан Ресейдің бодандағы болған сол халықтар есін жиып, әбден әлсіреген Ресейден есе теңдік алуы мүмкін. Оның қатарында өзіміздің қазақтарымыз бар, оның қатарында өзіміздің ортазиялықтар бар. Енді ары қарайғы бұл әңгіме қызық. Не болатыны белгісіз. Зеленскийдің Франциямен ғасырлық келісімі, одан Испаниямен келісімі, Грекия, Зеленский былайша айтқанда қоржынын толтырып жүр. Былай қарасаң Зеленскийдің еңбегі ерен. Бірақ ол тап-таза еуропалық стандарттағы бірін-бір бақылаған кіршіксіз жүйені жабдықтай алмады. Бақылау жүйесін жабдықтай алмады. Әлі сол сәбеттік
советтен қалған әміршілдік жүйе, әлі таныс тамырлық жүйе, сол жүйені ол дұрыстай алмады. Оның дәлелі, мысалы, Украинаға беріліп жатқан миллиардтарды қарасаңда сұмдық енді. Бүкіл Еуропа, бүкіл Американың көмегі, бірақ сұмдық бір қиратып жіберетіндей бір үлкен ауыз толтыратындай нәтиже жоқ. Мынау бір нәрсені айтайын. Қазақтардан жеңіліп, қазақ жерінен қазақтар қынадай қырып қайтарған жоңғарды Шүршіттің патшасы, яғни тұтас Қытайды билеп отырған Манчжур империясының патшасы жоңғармен соғыс деп Тибет жеріне барып паналаған жоңғарды құртуға ұлты Қытай, бірақ Шүршітке бағынған Қытай Нянгыңяу дегенді жібереді. Ал сол Нянгыңяу бүкіл Шүршіт империясының қазынасын тақыр таза қылады. Қандай тақыр таза қылады? Соғысып жатырмыз, ақша әкел. Соғысып жатырмыз, қаражат. Бізге қару керек, бізге зеңбірек керек, бізге найза керек, бізге сауыт керек, бізге адам керек, бізге азық-түлік керек. Ең соңында Шүршіт империясының қазынасында осы жоңғар Шүршіт соғысы, яғни жоңғар Қытай соғысын ары қарай қаржыландыратын бір сәрі күміс қалмай қалған. Мемлекет банкротқа ұшырап кеткен. Сонда Қытай генерал Қытайды жаулап, Қытайда Чин династиясын құрып отырған Шүршіт мемлекетін бүкіл қазынасын босатып, бүкіл мемлекеттік қазынаны тақыр таза қылатын деңгейде парақор болған, коррупционер болған. Бірақ бүкіл жиған ақшасын Тибеттің тауының етегінде орталықтан алдырып отырған ақшасын сақтап отырған. Мақсаты патшаны аудару болды. Бірақ ең соңында патша оның өзін алдап Пекинге алдырып, оның өзін түрмеде өлтіреді. Қытайлар осы күнге дейін Нянгыңяу деп жылағанда еңірегенде етектері толады. Неге? Ол ұлты Қытай еді. Патша кім? Ұлты Шүршіт, көшпенді халық болады. Сонда бір соғыс бір мемлекеттің экономикасын күйретеді. Англияны күйреткен не? Дүниедегі ең қуатты ел Англия еді. Соны күйреткен не? Екінші дүниежүзілік соғыс. Екінші дүниежүзілік соғыстан қабырғасы күтірлетіп тұрып сынған Англия, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қатардағы бір еуропалық ел болып қалды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан Осман Түрік империясы жай Түрік республикасы болды да қалды. Бүкіл байлық жер бәрінен айырылды. Бұл соғыста да осындай бір құбылыс болады. Ол біздің азаттығымыз болады. Біз азаттыққа жеткенде қайтеміз? Мына тақай сақайлар, ол қысқасы шашлыққа айналып кетеді. Біз азаттыққа қол жеткізгенде, мына тақай сақайлар шашлыққа айналып кетеді. Бүкіл Орта Азияда, бүкіл Ресей боданында, Ресей шылауында жатқан халықтардың азаттыққа шығуы осы соғыстың соңғы нәтижесіне тіке байланысты болып отыр. Кейінгі ұрпақ мүмкін бізді кінәлайды. Неге осы халықтар орыстың езгісінде жатып, орыспен соғысып жатқан Украинаға көмектеспеді деп? Мәселе бұл халықтардың идеологиясында жатыр. Қазір міне атажұрттың бүкіл мүшесін жаппай тұтқындап түрмеге тоғытып жатыр. Ту өртеу оқиғасы бір сылтау болды. Міне Астанада еш қатысы жоқ, Алматыдағы ту өртеуісіне қатысы жоқ 4 мүшені қамады. Әлгінде ғана біздің атажұрттың азаматы міне оны түрмеге тұтқындап отыр. Міне масқара Айтарға. Міне көрдіңіздер ме? Азаматтар өз ойын айтуға құқы жоқ ел Қазақстан. Мен ту өртеу қылмыс емес деген лекциямды айттым. Америкада Америка азаматы Американың туын өртейді. Джонсон, Тексастың. Тексастың штаттық соты оған қозғалған қылмыстық істі бекерлейді. Неге бекерлейді? Ол туды өртеу арқылы өзінің сол кездегі Американың сайлауына наразы екендігін көрсетті дейді. Яғни ол символик спич дейді. Спич деген сөйлеу деген сөз. Символик деген символды. Яғни ол символды сөйлеп отыр дейді. Ол өзінің қарекеті арқылы
өзінің саяси көзқарасын білдіріп отыр дейді. Содан бұл іс асқынып федералдық сотқа барғанда Американың ең жоғарғы сот не дейді? Америкада туды қорғау туралы заң бар. Американың туы, Американың ары, Американың намысы, Американың туын қорлауға болмайды дейтін заң бар. Бірақ Американың конституциясы Американың кез келген заңынан үстем. Ал бұл азамат Америка конституциясының бірінші тармағы. Америка азаматтардың сөйлеу еркіндігі, тіл еркіндігі, баспасөз еркіндігі деген бапқа сай келеді. Сондықтан бірінші тармақ бойынша бұл қылмыссыз дейді. Яғни Америка жерінде Американың туын өртеуге конституциямен рұқсат береді. Ал Қытай туын өртеу деген не ол? Кім өртемейді Қытайдың туын? Тұтас Америкада, ереуілдерде Қытай туын өртейді. Жапонияда, оңтүстік Кореяда Қытай туын өртейді. Филиппинде, Индонезия, Малайзияда Қытай туын өртейді. Кезінде Гонконгте Қытай туын өртеді. Бұл адамдардың сол елге наразы болғандығын білдіретін, саяси көзқарасты білдіретін, немесе кез келген уақытта болған бір саяси оқиғалар, немесе бір соғыстар болған кезде адамдардың сол режимге, сол елге деген наразылығын білдіреді. Қытай Вьетнамға қарсы соғыс ашқан кезде, Вьетнамның астанасы Ханойды, Ху Жиминді жаулап алған кезде Қытай компартиясы бүкіл дүние жүзінде Қытайдың экспансиясына қарсы Қытай туын өртеу болды. Кім сотталды? Ешкім сотталған жоқ. Қазақстанның азаматы қазақ жерінде иен далада, Шонжының анау жел аңыраған иен даласында Қытайдың туын өртегендігі үшін Қазақстанның азаматын Қазақстан билігінің соттамақ болуы бұл әлем алдында Қазақстанның мына зұлым билігінің масқарасын шығаратын тірлік болады. Және бұл азаматтарға егер қылмыстық іс қозғайтын болса, онда біздің көктен тілегенімізді жерден бергенге тең. Себебі енді біз Еуропа мен Америкада Қазақстанда Қытай туын өртегендігі үшін істі болған азаматтардың тақырыбын дыңғыр-дыңғыр еткізіп, бүкіл саясаткерлердің, керек па президенттің, премьер-министрлердің үстелінің алдында дыңғырлатып отырамыз. Неге? Қазақстан өзін Қытайдың бір өлкесін айналдырып қойғандығын дәлелдейді. Бұл Қазақстан емес, бұл Қытайстан болып кетіп отыр. Қазақстан емес, Қытайстан болып отыр. Қытайда не істеуші еді? Қазақ, қырғыз, ұйғыр, өзбек, татар, тәжікті қалай қамай тұғын? Қытайдың ұлттық қауіпсіздігі жетіп келеді адыраңдап. Қалай қамайды? Сенің идеяңда мәселе бар екен дейді. Сен сөйлеген жоқсың, сен ештеңе жазған жоқсың, сенің әлеуметтік желідегі жазбаңнан мін таппайды, үйіңе келеді, тінтеді, жайнамаз шығып қалама, Қытайдың өзі басып шығарған, жаңағы Құран шығып қалса, сен Қытайда басылған Құран ғой, мына компартия рұқсат берген Құран ғой, қарамайды, сен тінтеді. Ең соңында бір қазақтың зиялы келіншегін қамағанда айтады дейді, сенің үйіңде қазақша кітап көп екен деп айтқан ғой. Көрдіңіз ба? Сенің үйіңде қазақша кітап көп екен деп айтқан. Қазақша кітап көп болғанның өзі оған қылмыс. Міне. Қазақ саудагерлерді айтқан. Сен неге Қазақстанның чоколадын, Қазақстанның сумайын, Қазақстанның ұнын сатасың деген. Шекараның бер жағында Қорғаста ел ішінде сатылып жатыр ғой ол. Мен барып Қорғастан анау Қытайдың ішінде сатылған ұн мен сумайды, чоколадты алып кеп сатыппын, не болды десе, сен әсіре ұлтшылсың деп айтады. Іледе қазақы киім кешек тігетін Дина Нұрдыбайды соттайды. Неге? Ұлтшылсың дейді. Күнесте қазақ қыздарының той көйлегін басына киетін сәукелесін сататын дүкеннің иесін соттайды. Неге? Ұлтшылсың дейді. Енді сол заман Қазақстанға келе жатыр. Қазақстанда енді келеді де, сен іштен істемейсің. Желіде айтқан жоқсың. Тіпті әуел десең үнден, аузыңды тігіп алдың. Сені идеяңда мәселе бар. Біз сені идеяңды азат қыламыз. Сені мына теріс идеядан азат қыламыз деп, енді қазақтарды концлагерге Қазақстанда қамайды. Енді қазақтар, ауылда жүрген қазақтар, қалада қазақтар, Қазақстанда тәрбиелеу орталықтары,
дейтін орталықтарға, немесе рухани сауықтыру орталығы дейтін орталықтарға қамаласыңдар. Мына Тоқаев Қытайдың жолына кетіп бара жатыр. Енді ештеңке істемей, қазақтың жігіттері мен қыздары, орта жастағы еркектер мен әйелдер, сендерді полиция қол аяқтарыңды байлап отырып, кәдімгі тәрбиелі орталықтарында сендерді тәрбиелейді. Яғни әбден езгілеп, рухтарыңды жаншып, үрейлендіріп, қорқытып, ең соңында қоғамға шыққанда құлағы салбыраған есектей қылып шығарады.